Сабақтың тақырыбы қисық трапеция және оның ауданы анықталған интеграл. Сабақтың мақсаты қисық трапецияның анықтамасын біледі. Sx тең болады f от v минус f от a формуласын қисық трапецияның ауданын табуға қолданады. Бірінші мысал. Интеграл шегі 0-ден 1-ге дейін x көбейтілген 3-ші дәрежелі түбірастындағы x dx интегралын есептеңіз. Алдымен есептеуді жүргізу үшін интеграл астындағы өрнекті жалпы түрге келтіріп алайық. Интеграл астындағы өрнек x көбейтілген 3-ші дәрежелі түбірастындағы x негіздері бірдей көбейтінді түрінде тұрғандықтан дәреже көрсеткіштері қосылып x-тің 3-тен 4 дәрежесіне түрленеді. Енді осыдан алғашқы функция табатын болсақ, x-тің 3-тен 4 дәрежесінің алғашқы функциясы 3 көбейтілген 3-ші дәрежелі түбірастындағы x-тің 7 дәрежесі бөлінген 7 плюсы түріне келеді. Енді берілгені бойынша 0-ден 1-ге дейінгі x көбейтілген 3-ші дәрежелі түбірастындағы x dx функциясының алғашқы функциясына шектерін қойып есептейміз. Алдымен жоғарғы шегін, содан кейін төменгі 0-ді қойып есептейтін болсақ, 7-ден 3 шығады. Яғни берілген есебіміздің жауабы 7-ден 3-ге тең. Екінші мысал. Интеграл 1-ден 5-ге дейін 1 бөлінген түбірастындағы 2x минус 1 dx интегралын есептейміз. Интеграл астындағы өрнекті түрлендірейік. Яғни 1 бөлінген түбірастындағы 2x минус 1 тең болады 2x минус 1-дің минус 2-ден 1 дәрежесі болады. Осыдан интеграл табатын болсақ, түбірастындағы 2x плюс 1 плюс с түрінде болады. Шектерін қойып есептейтін болсақ, алдымен 5-ті, одан кейін 1-ді қойып есептесек, 2 шығады. Яғни берілген мысалымыздың жауабы 2-ге тең. Үшінші мысал. Интеграл 0-ден пи бөлінген 2-ге дейін косинус квадрат 2x dx интегралын есептеңіз. Интеграл есептеу үшін интеграл астындағы өрнектің дәрежесін төмендету формуласын қолданамыз. Яғни косинус квадрат x тең болады 1 плюс косинус 2x бөлінген 2 формуласын қолданамыз. Олай болса, интеграл 0-ден пи бөлінген 2-ге дейін косинус квадрат 2x dx тең болады. Интеграл 0-ден пи бөлінген 2-ге дейін 1 плюс косинус 4x бөлінген 2 dx тең болады. Енді осы формуланы қолданғаннан кейін жеке-жеке 2-ге бөліп, алғашқы функцияның қасиеті бойынша жеке-жеке қосындыдан интеграл табамыз. 2-ден 1-дің интегралы x бөлінген 2 плюс косинус 4x-тің интегралы синус 4x бөлінген 8 түрінде болады. Енді шектерін қойып есептесек, есептің жауабы пи бөлінген 4-ге тең болады. Енді осы үйренген мысалдарымызды пайдаланып, оқулықтан 54-ші беттен 1/105 есептің біріншісін шығарып көрейік. Интеграл минус 1-ден 1-ге дейін 2x плюс 3-тің 6 дәрежесі dx анықталған интегралды есептейік. 2x плюс 3-тің 6 дәрежесіндегі dx-тің интегралын есептеген кезде дәрежесіне 1-ді қосып, соған бөлеміз және интеграл астындағы 2x-тің алдындағы 2-ден 1 болып алдына түседі. Яғни алғашқы функциясы 2x плюс 3-тің 7 дәрежесі бөлінген 14 түрінде болады. Енді шектерін қойып есептейтін болсақ, 39.062 бөлінген 7 жай бөлшегі шығады. Осы 105-ші есептің екіншісі. Шегі минус 2-ден минус 1-ге дейінгі 1 бөлінген x минус 3-тің 10 дәрежесіндегі dx анықталған интегралды есептейік. Алдымен алғашқы функциясын табу үшін бөліміндегі 10 дәрежені алымына шығарсақ минус 10 болады. Яғни оған 1-ді қосып соған бөліп, минус 2-ден минус 1-ге дейінгі болатын шектің алдымен жоғарғы шегін,
одан кейін төменгі шегін қойып есептейтін болсақ, 4 триллион 608 миллиардтан 1 миллион 690 мың 981 жай бөлшегі шығады. Енді осы 105-ші есептің қалған 3-ші, 4-ші бөлімдерін өздеріңіз шығаруларыңыз сұралады. 106-шы есеп. Үшіншісі. Интеграл астындағы функцияны түрлендіріп алып, анықталған интегралды есептеңдер. Интеграл 0-ден пи бөлінген 6-ға дейін синус x плюс косинус x-тің квадраты dx есебін есептеу үшін мынадай дескрипторлар қолданамыз. Қысқаша көбейту формуласын пайдаланады, тригонометриялық формулаларды қолданады, алғашқы функциясын табады, Ньютон-Лейбниц формуласы көмегімен есептейді. Берілген сілтемеде есептерді шығарып, өз-өзіңізді тексересіз, немесе мына берілген QR-код арқылы да орындауға болады. Өз бетімен орындауға арналған тапсырмалар. Оқулықтан 1-85-ші есеп. Берілген есептерді шығару үшін мына дескрипторларды қолданасыз. Алғашқы функцияның қасиетін қолданады. Алғашқы функциясын есептейді. Sx тең болады f от v минус f от a формуласы көмегімен жауабын табады. Тақырыпты толық игеруге пысықтауға арналған дереккөздер. 11-ші сыныпқа арналған алгебра және анализ бастамалары оқулығы және Білімланд.kz порталынан мына сілтеме бойынша өтіп, өз біліміңізді толықтырыңыз. Келесі кездескенше.